Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай дәмді болып шығатын жұп-жұмсақ булочкилер дайындаймыз. Осындай жұмсақ булочкилер жасаймыз. Видеоны соңына дейін қараймыз. Осы рецептпен сіздермен бөлісемін. Ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Және жылы су қосамыз. Және қантымызды қосамыз. Венчикпен араластырамыз. Шай қасықпен ашытқы қосамыз. Яғни дрож. Венчигімізбен араластырамыз. Және сұйық май қосамыз. Екі дана жұмыртқа қосамыз. Мұқият араластырамыз. Құрамының мөлшерін төменге жазып кетемін описание бөліміне. Сол жерден таба аласыздар. Және бір кесе ұнымызды қосамыз. Алғашында осылай венчикпен араластырамыз ұнымызды. Келесі ұнымызды қосып, қолымызбен жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды осылай аз-аздан салып отырамыз. Біркелкі болғанша илеп шығамыз осылай. Ал енді жұмсақ сары майымызды қосамыз. Сары май толық араласқанша осылай илеп шығамыз қолымызбен. Шетіндегі қамырларымызды лопаткамен осылай жинап аламыз.
Üstünен жауып, көтерілуге қоямыз. Бізде қамырымыз көтеріліп шықты. Ұнымызды сеуіп, бөліктерге бөлеміз. Осылай майда бөліктерге бөлеміз. Осылай жинақтап, домалақтап аламыз. Менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздер үшін басқа да пайдалы рецепттер бар. Жаңа рецепттерді өткізіп алмау үшін қоңыраушаны басамыз. Осылай барлығын жинақтап шығамыз. Келесі өзімізге қажетті формаларға келтіреміз. Осылай қолымызбен ұзынша етіп жаямыз. Осылай қолымызбен бүріп шығамыз. Келесілерінде дәл солай жайып, осылай кезекпен ораймыз. Өзіңіз қалаған пішіндерге салуға болады. Бір жұмыртқаның сарысына шай қасықпен айран немесе сүт қосып араластырамыз. Булочкаларымыздың бетіне жағып шығамыз.
барлық жеріне тегіс жағып шығамыз. Сол кезде әдемі қызарып шығады бізде. Булочкаларымызды осылай түйіп қойған соң да кішкене бетін жауып ұстасаңыз, әдемі көтеріліп шығады. Қызып тұрған пешімізде пісіріп аламыз. 180 градуста пісіріп алдым. Булочкаларымыздың үстінен кокос стружкасын сепіп шықтым. Өзіңіз қалаған мак немесе күнжіт себуге болады. Ал енді пешімізге жібереміз. Бізде булочкаларымыз пісіп шықты. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.